Сәлеметсіздер ме достар, бүгінгі дәрісімізде біздер сіздермен HTML5-тің артықшылығымен және семантикалық тегтермен таныс боламыз. Жалпы HTML5-тің HTML3-тен немесе HTML4-тен қандай айырмашылығы бар деген сұрақ қоюларыңыз мүмкін. Орынды сұрақ. Яғни кез келген линияны обновлениесі секілді жаңадан жаңарту енгізген сайын жаңадан плюстар қосылады және де жаңадан фичалар қосылады. Көптеген артықшылықтарға ие болады, қателіктер түзелмеді. Біздер алдыңғы сабағымызда мысал ретінде iPhone 8 пен iPhone 10-ның арасындағы айырмашылықтарды мысал ретінде алған болатынбыз. Дәл сол секілді HTML3 пен HTML5-дің арасында біршама айырмашылықтар және артықшылықтар бар. Ең алдыңғы артықшылығы ол ыңғайлылығы, содан кейін қолайлылығы және семантикалық ерекшеліктердің қарастырылғандығы. Семантикалық ерекшеліктер дегеніміз тікелей семантикалық тегтарға байланысты болып табылады. Яғни семантикалық тегтердің қалай жұмыс істейтінін дәл қазір көрсетейік. Қазіргі біздің білімімізбен bbc.com сайтында бірыңғай div тегі қолданылған. Яғни мына жерде divка, мына жерде div, мына жерде div. Яғни бүкіл жерде div блок түрінде қолданылған. Бір контейнерге жинақталған ақпараттар деп айтсақ болады. Бірақ семантикалық жағынан қарасақ, бұл жерде құрылым дұрыс емес екендігін байқаймыз. Біздің ойлауымыз бойынша бұл жер дұрыс емес екендігін байқаймыз. Егер де біздің программистер біздің сайтымызға көз жүгіртетін болса, яғни жасалған дайын сайтқа емес, кодировкаға көңіл аударатын болса, тек бірыңғай дивтардан құралған кодтан ешнәрсе түсінбейді. Қайсы меню екендігін, қайсы келесі блок екендігін, одан кейінгі блок қай жерде тұрғандығын мүлдем байқамайды, себебі синтаксисінің барлығында div деген блоктармен қана өлшенген. Яғни сол себепті HTML5-те программистердің жаңа көзқарасымен семантикалық тегтар дүниеге келді. Семантикалық тегтарды практика жүзінде көрсетсек, бірінші тег біздің header деп аталады. Яғни header деп жазамыз, тапты басамыз, header ашылды. Header дегеніміз біздің сайтымыздың шапкасы деп аталынады. Мысалы, мына сайттың шапкасында ең бірінші бөлігі, яғни біздің иконкамыз бар, одан кейін аккаунтымыз бар, және де бірнеше менюмыз бар, және де іздейтін қосымшамыз бар. Мысалы, мына сайтты жүгіртсек, жаңада иконкамыз бар, менюмыз бар, және де осындай кері байланыс құрылғылары бар. Осыны бізде div нәрсесінің ішіне емес, жай ғана жаңа headerдің ішіне осы менюмызды, иконкамызды және де search барымызды саламыз. Келесі семантикалық тегіміз nav деп аталынады. Nav біздің навигациялық тег болып саналады. Яғни ол жаңадан қосылған қосымша. Яғни мысалы біздер chapter'ды бассақ, chapter 1-ге өтеді, chapter 2-ні бассақ, chapter 2-ге өтеді. Мінекей дәл осы қосымша секілді біздің навигациялық барымыз, яғни навигациялық менюмыз өзімізге қажетті жерге апарып береді. Және де бұл бұндай қосымшаның көмегімен жасалған менюді навигациялық меню деп атайды. Оны жасау үшін біздер nav тегін қолданамыз. Семантикалық nav тегін қолданамыз. Келесі кезекте бізде мінекей көріп тұрғаныңыздай article тегі семантикалық тегі болып табылады. Article семантикалық тегі біздің блоктық запись ретінде көрініс табады. Яғни, мысалы, бізде divке, мысалы, біздің сайтымыз үшін мынау да div, мынау да div, мынау да div. Мысалы, мына сайт болса, мынау бір div, мынаның барлығы бір div болатын. Сондықтан оны әрқайсысына бөлек мағына беру үшін тек қана синтаксисінің өзгеріп қана қоймай, сондықтан белгілі бір мағына беру үшін біздердің программистер жаңадан article семантикалық тегін дүниеге әкелді. Бұл өз кезегінде, мінекей қараңыздар, мысалы, мынау бір артиклдің ішіне жазуға болады, яғни маңызды бір ақпаратты білдіретін бөлімді article деп құрамыз. Мысалы, ол үшін бізде article деп жазамыз, тапты басамыз, мінекей article семантикалық тегі дүниеге келді. Келесі кезекте бізде көріп тұрғанымыздай section
тегі болып табылады. Section тегі бізде сайтымыздағы секцияны білдіреді. Яғни, егер де біздер лендинг пейдждарды қолданатын болсақ, бізде бұл лендинг пейджді құратын болсақ, өте көмектесетін тег болып саналады. Мысалы, бізде мынау бір секция болатын еді. Мына маңызды ақпаратты қамтитын, мына жерге шейін бір секция, суретпен және мына жерді қамтитын. Мына жердің өзі бір секция, чаптер бірдің өзі бір секция болып, осылайша біздер негізгі маңызды ақпараттарды логика жағынан көркемдейтін едік. Келесі біздің семантикалық тегіміз бұл aside деп аталынады. Aside семантикалық тегінің баста плюсы бұл колонка түрінде жазылады. Яғни біздің маңызды ақпараттарды сақтайтын колонкалық бөлім болып табылады. Яғни бұл бір сайттың жанында жазылады. Мысалы, мына жақ жанында жазылуы мүмкін, немесе мына жақ жағында жазылуы мүмкін. Бұл колонка түрінде көрсетілетін маңызды ақпарат болып табылады. Мысалы, bbc.com сайтынан іздеп көрелік. Мінекей, бұл біздің aside aside тегін ішіне жазуымызға болады. Және де тағы да бар, мінекей, мына жерде aside тегін қолдануға болады. Жалпы логикалық жөнінен бұл өте ыңғайлы. Егер де біздер осылардың барлығын өзіміздің қаперімізге алатын болсақ, онда келесі кезекте біздің сайтымыз оптимизацияға ұшыраған. Яғни, егер де біздің сайтымызды іздейтін болса, ол HTML4, HTML3 түрінде жазылған сайттарға қарағанда алдыңғы орында алады, және де көрініс тапқан кезде де өте ыңғайлы. Және де басқа да программисттер біздің сайтымызға көз жүгіртетін болса, код түрінде өте ыңғайлы. Қай жерде сайт бар екені, қай жерде main section бар екені, қай жерде header бар екендігі барлығы көрініс табады. Келесі семантикалық тегіміз біздің main семантикалық тегі болып табылады. Main семантикалық тегі body секілді жұмыс жасайды. Бірақ body'дан бір ерекшелігі, оған модальдік терезелер және де уақыт өткен кезде адамдармен жұмыс жасайтын, яғни пользовательмен жұмыс жасайтын ақпараттар көрсетілуі мүмкін. Оны қалай түсіндірсем болады? Сіздерге мысалы қараңыздар. Біздің негізгі сайтымызда мына жерде басқандағы информация көрініс таппайды. Яғни біздің кодировкамызда ол көрініс таппайды. Яғни кодта ол нәрсе жоқ. Яғни мына жердегі барлық ақпараттарды мен main'ның ішіне салсам, мына share'ді басқан кезде шығаратын ақпарат менің main'ымның ішінде кездеспейді. Яғни ол тек body'дің ішінде кездеседі. Баста айырмашылық осыда. Енді соны синтаксис жазып көрейік. Жаңа біздер aside тегін ұмытып кеттік, соны жазайық бірінші. Мінекей, aside тегі осылайша. Келесі бізде main тегі. Main тегі өзінің аты айтып тұрғандай маңызды ақпаратты қамтиды. Бұл body тегіне ұқсайды, бірақ баста айырмашылығы мен жаңа айтып кеткен болатын. Келесі адрес. Адрес семантикалық тегі өзінің аты айтып тұрғандай адрес жазу үшін қолданылады. Мен жасаған әлі интернет бетшесіне салмаған мына сайтты көрейік. Бұл менде хостқа әлі тіркелмеген. Мына жерде менде адрес секциясы қолданылған. Яғни бұл жерде қай жерде бар екендігі, номері және де басқа да нәрселер көрсетілген. Бұл адрес тегі арқылы жасалынады. Мінекей, мына жер. Келесі кезекте бізде footer. Footer деген бізде сайттың соңы. Мысалы, bbc.com-ның соңы мынандай сөздермен бітеді. Бұл footer біздің footer қосымшамыз болып табылады. Оны тексеріп те көрсек болады. Мінекей, footer тегі қолданылған. Яғни бұл жерде қалай қолдану қажеттігі, кішкене менюшкалар болады, және де ережелер және де тағы да басқа ақпараттар қолданылған. Кез келген сайттың міндетті түрде хидері болады және де футері болады. Мінекей мына жерде GitHub, Twitter, Examples, About деген сөздер жазылған. Бұл жердің әрқайсысына бассақ, бұл жерде навигаторлар қолданылған, яғни nav тегіміз қолданылған.
Бұл жалпы футер тегі болып саналады. Кез келген сайтта солай, мінекей. Мына сайтта да осындай белгілі бір футер бар, және де белгілі бір хедер тегі бар. Мінекей біздер сіздермен семантикалық тегтарды толығымен қарастырдық. Енді жаңа біздер синтаксисін қарамадық. Адрес және де адрес 2D мен және 2S пен жазылады, естеріңізде болсын. Келесі бізде футер тегі. Окей. Осылайша біздің негізгі семантикалық тегтарымызды көз жүгірттік. Қазір мен сіздерге тез арада комментарий арқылы естеріңізге сақтау үшін не мағына білдіретіндігін жазып кетемін. Жаңа біздер section тегін ұмытып кетіппіз, сондықтан сіздерге section тегінің синтаксисімен таныстырайын. Мінекей осылай жазылады. Яғни бұл жерде бізге сайттағы бөлімдер. Бұл сөзді белгілейміз және де shift альта. Неге бізге қажетті маңызды ақпараттарды біздер осылайша комментарий арқылы бердік. Келесі HTML5-те кездесетін, бізде жиі кездесетін тегтар бар. Алдында көрсеткендей, сіздерге мінекей mark тегі, бұл жаңа тег болып табылады. HTML5-те ғана кездеседі. Бұл яғни сөзді маркер секілді белгілеу үшін арналған. Келесі мінекей тағы да бір рет еске түсірейік, мінекей маркер ретінде белгіленіп тұр. Осы mark HTML5 тегі арқылы жасалған. Бұл семантикалық тегқа жатпайды, бұл тек ерекше тегтардың бірі. Келесі кезекте тағы да бір бонус ретінде айта кетерлігі, бұл HTML5-дің тағы бір ерекшелігі, бұл жерде time деген тег бар, яғни біз өзі айтып тұрғандай, жұмыс істегісі кетіп тұрған жоқ. Time деп өзіміз жазайық. Окей. Бұл сайтта бізге қажетті уақытты жазу үшін, яғни белгілі бір уақытты жазғымыз келсе, осы тегті қолдануымыз қажет. Және де келесі ол WBR тегі. WBR тегі бізде BR тегі сияқты қолданылады. Тек сіздерге қалай айтсам, мінекей. Біздің сайтымызға көз жүгіртейік. Мысалы, біздер мына сөзден кейін break тегі бізде не үшін қолданылатын еді? Яғни біздер мына жолды біздер астына түсіруіміз келсе, break дегенді қосқымыз келетін еді. Ал егер де сайтымызда дәл осылайша жұмыс жасайды WBR-да, бірақ бір ерекшелігі бар. Ол кез келген жерді астыға түсірмейді, жай ғана сыймай қалған бөлікті ғана астыға түсіреді. Осылайша біздің жаңа тегіміз жұмыс жасайды. Мінекей WBR тегі және де time тегі. Бұны комментарийға алып керек емес деп ойлаймын. Сіздерге бұл ақпарат естеріңізде қалады деген сенімдемін. Мінекей осылайша бүгін біздер семантикалық тегтармен таныстық және де HTML5-дің артықшылықтарымен таныстық. Жалпы бұл тегтардың барлығын қолдансақ та болады, қолданбасақ та болады негізі. Бірақ программист ретінде біздер әрқашан жаңа нәрсеге құлшынысымыз болу керек және де әрқашан өзімізді арттыруымыз қажет. Келесі кезекте басқа программисттерге түсінікті болу үшін және де жұмыс жасауымыз керек. Біз тек өзіміз үшін сайт құрмаймыз, яғни басқа жандар да оны түсіне алу мүмкіндігіне ие болу керек. Сол үшін біздер осы семантикалық тегтарды қолданғанымыз ыңғайлы болады. Және де тағы бір бағана айтып кеткендей, оптимизацияға келген кезде бұл нәрсе үлкен плюс береді. Яғни HTML3 тілінде жазылғанға қарағанда, HTML5 тілінде жазылған семантикалық тегтармен жазылған сайттар поисковиктерде көбірек
көзге түседі және де көбірек оптимизация жасалынады. Сондықтан жаңалықтарды қолданып, үнемі жаңалықтарға құштар болғанымыз жөн. Осылайша біздің жаңа сабағымыз аяқталды. Бұлардың барлығын естеріңізде сақтаймыз деп ойлаймыз. Келесі сабақтарда осы тегтармен жұмыс жасаймыз және де CSS тілімен таныс боламыз. Сондықтан күтіңіздер, қош сау болыңыздар.